Манкеева Жамал Айтқалиқызы, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты лексикология бөлімінің бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор. Жамал Айтқалиқызы 1950 жылы 26 сәуірде Орал облысы Шыңғырлау ауданы Шілік кеңшарында дүниеге келген. 1972 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін үздік дипломмен тәмамдап, осы университеттің аспирантурасына қалдырылады. Аспирантураны бітіргеннен кейін жетекшісі академик Мәулен Балақаев өзінің шәкіртінің білімін, қабілетін байқап, қазіргі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының тіл мәдениеті бөліміне жұмысқа қабылдаған болатын. Жамал Айтқалиқызы осында аспирантурадағы жұмысын жалғастырып, КСР ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Әбдуәли Туғанбайұлы Қайдаров жетекшілігімен 1987 жылы реконструкция мертвых корней глагольных основ казахского языка тақырыбында кандидаттық диссертациясын, ал 1997 жылы қазақ тіліндегі мәдени лексика тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. Елімізге танымал көрнекті тілші ғалымдардың бірі Жамал Айтқалиқызы Манкееваны 1977 жылдан бастап білемін. Дәл сол кезде академик Кеңесбаевтың қазақ тіліндегі фразеологиялық сөздігі атты еңбегі баспадан жарық көріп жатты. Сол сөздікке көмектесуге келіп тұратын еді. Біздің коллективтің мүшелері мінезі қандай жақсы еді, мұндай мінезді де адам болады екен деп бәрі таңырқай қарасатын, және жұмысына өте ұқыпты қарайтын. Қызықтырған тарихшы болғандықтан реконструкция первейших корней глагольного основ казахского языка атала орыс тілінде шыққан еңбегі болатын. Бұл еңбекте екі буынды сөздерді тілімізде кездесетін түгелдей бірінші буын анықтап шыққан. Оның ішінде 300-ге тарта өлі түбірлерді анықтаған. Өлі түбірлерге тірі жұрнақтар, ал кейде тірі түбірлерге өлі жұрнақтар жалғана береді. Сөйтіп, ол тас түбір ретінде түсіндіреді. Міне осының бәрін анықтап, әсіресе жағы неге түбірлерге бірікке сөз жасайтын 35 модельді анықтап шығуы үлкен ерлік болған. 2002 жылы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі жоғары аттестациялық комиссия шешімімен тіл білімі мамандығы бойынша доцент, ал одан соң филология ғылымдары бойынша профессор дәрежесін алады. Жамал Манкеева Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында 1977 жылдан күні бүгінге дейін еңбек етіп келеді. Қазіргі қазақ тіл білімін дамытып, жаңа деңгейде зерттеуге байланысты бірнеше ғылыми жобаларында орындаушы және жетекшілік жасауда. Ғалымның негізгі ғылыми шығармашылық жолына байланысты зерттеулері екі бағытта жазылған. Біріншісі тарихи морфология. Оның ішінде түбір құрылымының қалыптасу, даму, өзгеру мәселесі. Екіншісі тіл мен мәдениет сабақтастығы мәселесіне байланысты этнолингвистика, лингво-мәдениет тану, когнитивтік лингвистика, лингво-ел тану салалары. Сонымен қатар, Жамал Айтқалиқызы 2001 жылдан бастап Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
қазақ тілі теориясы мен әдіснамасы кафедрасының, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ филологиясы кафедрасының профессор ретінде қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар бойынша дәріс оқиды. Осы университеттің лингвистика мамандығы бойынша докторантурада сабақ береді. Мемлекеттік тілді оқыту және игеруге байланысты қазтест жобасына басқа да оқулықтар мен сөздіктерге сарапшы ретінде қатынасты. 1998-2011 жылдарда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты жанындағы диссертациялық кеңестің мүшесі және диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, жоғары оқу орнында мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы, 2001 жылдан лингвистикалық басылым Тілтаным журналының жауапты редакторы. Басты еңбектері «Реконструкция первичных корней глагольных основ казахского языка», «Мәдени лексиканың ұлттық сипаты», «Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері», «Қазақ тіліндегі байырғы түбірлерді жаңғырту», «Қазақ грамматикасы», «Фонетика», «Сөз жасам», «Морфология», «Синтаксис» еңбегінің авторларының бірі. «Қазақ филологиясы», «Егіз-негіз» ғылыми мақалалар жинағының авторларының бірі. «Қазақ әдеби тілі» сөздігі авторларының бірі. Жамал Айтқалиқызының жетекшілігімен 22 ғылым кандидаты, 1 ғылым докторы, 2 PhD докторы диссертация қорғады. Қандай да бір бағыттың Жамал апайдың атымен байланысты болуының өзі бұл ғалымның ғалым ретінде, ұстаз ретінде өзінің ізін қалдырғанын, өзінің ерекше табиғатымен, өзінің шәкірттерінен жүрегімен орын алған және оны таралуға, лингвистиканың, ғылымның дамуына қосқан үлесінің нақ өзі деп айтамыз. Жамал апайдың ерекшелігі сол, ол осындай өзінің мысалы қазіргі қазақ тілінде қалыптасқан лингвотанымдық мектептің қалыптасуына, когнитивтік мектептің бастауында тұруының өзі осы апайдың ерекшелігі деп ойлаймыз. Несіменен әрі қарай қажет, маңызды дейтін болатын болсақ, Жамал апайдың ең әуелгі бастап жазған, ол түбір сөздердің реконструкциясына қатысты еңбектері, бұл тарихи морфологияның ешқашан өзектілігін жоймайтын бөлігі. Ол бізге қандай заманда да, қай уақытта да егер тіл тарихына қатысты немесе тілдің өміршеңдігіне қатысты мәселелерді зерделейтін болса, онда ол бізге ең әуелі келетін үлкен дерек болатын дүниелер, осы қомақты дүниелер деп атауға болады. Одан кейінгі лингвотанымдық мазмұндағы жазылған дүниелерді бір бөлек, өзінше бір төбе деп атауға болады. Менің түйін деп айтатыным, Манкееваның еңбектері қазақ тіл білімінің қомақты жүгін арқалаған, әрі қарай дамуды қажет ететін өзіндік қолтаңбасы бар, сұлы дүниелер, сондықтан оны жоғалтпай, оның ізбасарлары әдемі күйінде жеткізуге тырысуы керек. Жамал Айтқалиқызы Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін төсбелгісінің, мемлекеттік стипендияның, Құдайберген Жұбанов медалі, еңбек ардагері медалі иегері. Қанша бала болса да, әр баланың өзінің бір мінездері әртүрлі болады ғой. Бір ата-анадан тәрбие алса да, бір үйде өссе де, сол ерекше, сол балалардың ішіндегі ерекше болған Жамал, шынын айтқанда. Сол білімділігі, есте сақтап қабілеті, сосын жаңағы бір нәрсені істесе, сол аяғына дейін тындырып істейтіні барлығы біздің папама тартқан. Ол кездегі жетіспеушілік, андай-мындай замандар ғой енді. Соған қарамастан біздің айтуымыз осы Қазақстанда шығатын бүтін газет журналдарды, малдаған пионер ол кезде ең көп.
Мәдениет және тұрмыс, сондай журналдарды, газеттердің барлығын жаздырып алып оқиды, жаздырып беретін. Біздерге балаларға оқыңдар, қай жерге қонаққа барсын, қай жерге конференция біресе жұмыстарға барсын, барлығынан біздерге кітап сатып алып келетін, орысшасын да, қазақшасын да. Соның барлығын ең бірінші Жамал оқиды. Профессор Жамал Манкеева қазіргі қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыт, лингвокогнитивтік, антропоөзектік бағыттың қазақ тіл білімінде қалыптасып, дамуына өзінің және өзі ғылыми жетекшілік жасаған шәкірттерінің зерттеулері арқылы нақты үлес қосып жүрген ғалымдардың бірі.